Бүгін 1 наурыз Қазақстан халқы үшін ерекше күн. Себебі бірінші рет алғыс айту күні. Мен бірінші рет өзімді осындай өмірге әкелген, тәлім тәрбие беріп, аялап мәпелеп өсірген ата-анама алғыс айтамын. Я поздравляю всех с праздником, День Благодарения. Хочу поблагодарить Charity Club за то, что они хорошие такие, и дарю всем улыбки. Мұғалімдерімізге сондай тәрбие берген үшін алғысым шексіз. Мен біріншіден өзімнің сыныбым 10-шы сыныбына үлкен алғыс айтқым келеді, себебі олар ертеңгі Қазақстан елінің болашағы. Алғысым шексіз мұғалімдерге, ата-аналарға, керемет оқушыларымызға. Мен біздің салауатты ұрпақ болып шығуымызға көп ықпалын тигізіп жатқан Қайрат ағаға алғысым шексіз. Осы 1 наурыз алғыс айту күні құтты болсын, еліміз тыныш болсын, ең басты денсаулығымыз мықты болсын. Мен баскетбол клубының жетекшісіне Синан Бейге көп алғысымды білдірем. Қонақжай дәні көрсеткен қазақстандықтарға үлкен алғысымды білдірем. Рахмет айтам. В общем, спасибо Аблайагаю, Дамирагаю за все, что они сделали, их чаепитие, их слова, их мотивации, их дух, их настрой, их глаза. Это просто все вселилось в нас и дало возможность перейти на другой уровень химии. Өзім жұмыс жасайтын Қазақ-Түрік лицейінің ұжымына, оқушыларына және барша түлектеріне де алғысымды айтамын. Я выражаю свою благодарность Нурхаспан Алип, нашему президенту, за то, что он делает наш день лучше. Еліміздің ертеңі қазіргі жастардың қолында, ал сол жастардың болашақтағы тағдыры мұғалімдердің қолында демекші. Қазіргі бізде білім мен тәрбиені ұштастырып беріп жатқан лицейдің ағай мен апайларымызға мыңда бір алғыс. Bize Türkçe öğreten Merve Hanım ve Yusuf Bey'e çok teşekkürler. I would like to thank the parents of our students who always support us in our beginnings. Thank you very much. We want to thank teaching personnel and tutors that were showing support throughout the whole years and open up a new world of opportunities to us. Actually, we wish that we could live up to expectations of our teachers and honor our school's name. We are proud to be the students of Kazakh High School. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up.